Қайырлы күн, ең сәтті, ең сұлу, ең керемет, ең мақсат қойғыш, алға талпынғыш, мықты төзімділігі, өзінің әрекетіне сай осы топтың қатысушылары. Бүгінгі біздің жұлдызды сәт марафонының қатысушылары. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі бастамаларыңыз тек оңынан жақсы нәтижесін береді деген сенімдемін. Менің есімім Алиева Іңкар Жақыпқызы. Мен Фаберлик компаниясында бриллиантовый директормын. Бүгінгі сізге ашатын тақырыбым мақсат және бейсаналық энергия. Ал іске сәт. Өзімді таныстырып өтсем, жаңа айтып кеткенде есімім Іңкар Жақыпқызы Алиева, бриллиантовый директор Фаберлик компаниясында, отбасым бар, 2 бала тәрбиелеп отырмын. Негізгі мамандығым заңгер, қызыл дипломым бар, бизнес тренермін, трансформациялық және де мотивациялық, трансформациялық психологиялық тренингтер жүргіземін, және Фаберлик International жобасының қалаушысымын, және де осы кезде табысты және өз армандарымды, мақсаттарымды жүзеге асырып отырған бизнес ледимін. Бүгін тақырыппен не қамтылады? Бүгінгі менің сіздерге айқара ашатын тақырыбым арманды мақсатқа айналдыру, жауапкершілік алу, мақсатты нақтылау, кило немесе смарт заңдылықтарын жан-жақты ашу, мерзімге сәйкес жоспар, әрекет, эмоционалдық бейсананы тазарту, қабылдау ой-өрісті өзгерту, нәтиже жөнінде осы тақырыпты жан-жақты талқылаймыз. Бірінші, арманды мақсатқа айналдыруды қалай түсінесіздер? Арман деген адамда көп болады. Армансыз адам қанатсыз құсқа тең деп айтады. Біз күнделікті өмірде әр нәрсені ойлап, қиялдап, немесе қалап жүргеніміз, ол біздің арманымыз. Армандау, ол қалау, және де сол затты өзіңізде болса, немесе сол бір жағдай, немесе сол бір әрекет, немесе сол бір нәтиже өзіңізде болса екен деп қызығып ойлау, мысалға. Көп адамдар өзіне тіптен өмірде күнделікті армандауды да шектейді, армандарды да шектейді. Оған біздегі бейсаналық ғасырлар бойы келе жатырған біздің жаңағы әдет ғұрыптар мен және де өзіміздің ата-бабаларымыздың басынан өткен қорқынышты сәттердің бір іздері болады. Ол жөнінде алдыңғы қазіргі слайдтарда талқылаймыз. Арман неге мақсат емес? Арман күйінде қалады. Оны сіздерге былай түсіндірейін. Орталарыңызда көпшілігіңіз әйел адамдарсыздар. Сіздер өздеріңіз өмірде гүлді жақсы көресіздер. Сіз гүлді алып, иіскеп, күнделікті оның сіздің аулаңызда, немесе терезе алдыңызда болғанын, немесе оны сізге жарыңыздың, немесе жаңағы жақсы көретін адамыңыздың сыйлағанын қалайсыз, дұрыс па? Ол гүлді тек армандау болып есептеледі. Қалау, ол тек армандау. Ал енді топырақты құнарландырып, дәнін әкеліп, оны салып, немесе жаңағы жолдасыңызға белгілі бір жағдайлар туындатып, гүл сыйлайтындай да, мысалға. Сондай әрекет жасау, яғни сіздің арманыңыз нақтылана бастап, әрекетпен байланысты болса, ол кезде ол мақсатқа айналады. Арман әрекетпен ұштасса, ол мақсат. Сондықтан арман мен мақсаттың айырмашылығын сіздер ұқты деген сенімдемін. Яғни армандап көп адам күніге бірнеше армандарды бойынан өткізеді. Немесе кейбір адам кешкі жақын төсекке жата қалып, 5 минут болса да кішкене арманды өзіне енгізуге қимайды. Себебі жаңағы айтылған бейсаналық жағдайларға байланысты, немесе саналық жағдайларға, соны бейсанамызға енгізілуіне байланысты, біздер, ой, сол менің өмірімде орын алады дейсің бе? Немесе мен қолымнан келеді дейсің бе? Қош, ол жағдай менде болуы мүмкін емес деп, өзін белгілі бір жағдайларда армандауға да адам тежейді, я шектейді. Ондай бар ғой, мысалға, армандаймыз деп жатсақ, қош, менде болады дейсің ба деп, әрі қарай ұйқыға беріліп кететін кездер. Сондықтан, сіздер бүгінгі мына чатта өз өмірімді өзгертемін, бизнес леди боламын, табысты боламын, не де болса арманымды мақсатқа айналдырып, жігерленіп, төзімділікке сай әрекет жасап,
өз дегеніме жетемін деген тұлғаларсыздар. Сондықтан айтатыным, арманыңызды тек қана қиялдап қана, қалап қана жүрмей, әрекет жасап, жолдарын іздей бастасаңыз, ол мақсатқа айналдырады. Әрі қарай мақсатты қалай қалыптастыру керектігін әңгімелейміз. Ол үшін ең басты сіздер жауапкершілік алуларыңыз керек. Жауапкершілік. Адамда қорқыныш қайдан пайда болады? Адамда қорқыныш пайда болады, адамда жауапкершіліктен қашса. Яғни белгілі бір өмірде туындаған қиындықтар болсын, немесе бір өзгерістер жасау керек болса да, егер сіз сол өзгерістерден немесе сол қиындықтардан қорқа, қасына жолауға, бетпе-бет келуге қорқа қашсаңыз, сіз жауапкершілік алмаған деген сөз. Яғни армандар көп мәселеде, көп жағдайларда неге жүзеге аспайды, неге біздің жоспарларымыз жүзеге аспайды деген сұрақтар көп адамның жүрегінде, көкейінде орын алады. Себебі ішкелей психологиялық зерттей келген кезде ол адамның жауапкершіліктен қашуына байланысты. Сондықтан арманды мақсатқа айналдырсаңыздар, жауапкершілік алыңыздар. Келесі мақсатты нақтылау. Сіздің не қалайтыныңызды, мысалға, оны өзіңіз ғана жүрегіңізбен анықтай аласыз. Сіздің қалауыңызды Алла тағала немесе Вселенная деп айтады орысша, яғни ғаламат, бүткіл әлемдік ғаламат сіздің өміріңізден де жоғары бүткіл жаңағы мүмкіндіктерді бере алады. Бірақ сіз өзіңіздің арманыңызды нақтыламасаңыз, сізге не керек екенін ол ғаламат та Алла тағала да білмейді. Сондықтан сіз нақтылауыңыз керек. Яғни бізде келгенде фабрик айтып жатады. Мен директор болғым келеді дейді көп адам. Сіздің Алла тағала қандай директор? Ферманың директоры ма, мектептің директоры ма, әлде басқа да бір мекеменің директоры болғыңыз келіп тұр ма? Білмейді ғой. Сондықтан молокозаводтың директоры болғыңыз келе ма? Сондықтан нақтылап, мен Фаберлик компаниясында директор боламын деп мақсатты нақтылау керек. Және де қазіргі алғы темаларда смарт заңдылығын қарастырамыз, немесе кило заңдылығы деп айтылады. Бұны психологтар барлық адамзаттың ой өлшеріне, ниетіне және де әрекетіне өмірлік байланысты шешім қабылдап келтірілген заңдылықтар бұл. Оны нақтылау жөнінде алдыңғы слайдтарда өтеміз. Мерзімге сәйкес жоспар жасау. Яғни осы мақсатты нақтылаған кезде мерзімге сәйкес өзіңіз нақты бір маңызды сәті ол мерзім қою. Сол мерзімге сәйкес жоспар жасап, соны әрекетке ұштастырсаңыз, ол негізгі нәрсе сіздің эмоционалдық, бейсаналық дайындығыңызға байланысты. Яғни жаңағы айтылып кеткендей, өз санаңызды, біз саналық өміріміз бұл күнделікті көріп жүрген шектеулі өмір. Бейсаналық өмір ол тұңғиық, Алла тағаланың сізге берер мол деген сөз. Сондықтан мына саналылық біздің әдет-ғұрыптан, ғасырлық ата-бабаларымыздың қорқынышынан немесе жаңағы өткен өмірінен, тарихынан келе жатқан жағдайлармен біз өз-өзімізді шектеп, бейсанамызды шектейміз. Сондықтан көп адамдар табыстылыққа жете алмайды. Сіз нәтижені қаласаңыз, осы барлық аспектті қолға алып, жауапкершілікті қолға алып әрекет жасасаңыз, нәтиже болады. Алдыңғы слайдтарда біз сол мәнінде, сол жөнінде сіздерге хабарласамыз. Келесі слайд. Смарт заңдылығы, яғни мақсатты нақты қою. Жаңа айттық, арман ол тек ойыңыздағы қиял мен қалауыңыз болса, арман күйінде жүре бермек, адамның өмірі өте береді. Яғни оны нақтылыққа айналдыру, оны әрекетке байланыстыру және соған сәйкес қимылдау, ол жоспар, ол мақсат болып саналады. Мақсат негізгі, мақсат болып саналады. Сондықтан мақсат қоюдың заңдылығы бұл S нақтылық дегенді білдіреді. М өлшемділік, А жүзеге асыру коэффициенті, Р өзектілігі, маңыздылығын, Т мерзімін білдіреді. Ол жөнінде қазір есеп шығарамыз. Қазіргі бағанағы тапсырма бойынша өздеріңізге қаламсаптарыңызды, қағаздарыңызды, калькуляторларыңызды дайындап отырыңыздар. Бүгін нақты мақсат қойып, нақты установка беріп, өз мақсаттарыңызды айқындайсыздар.
бейсенамен жаттығу. Осы бір ғана тек мақсат қою арқылы адам алға жылжымайды. Адамның ішкі түйсігі, оның адами табиғи қиналыстары, немесе ішкі жан дүниесі бар, ішкі сезімдері бар. Сондықтан мына біздің мақсатымыз жүзеге асыру үшін біз өзімізбен бейсаналық деңгейде жұмыс жасай білуіміз керек. Бейсаналық деңгейде жұмыс жасай білу, ол бірінші мақсатты айқындай отырып, ол мақсаттың жүзеге асылатындығын, ол мақсаттың жүзеге асатындығы туралы миды сендіру. Сіз күнделікті тілмен айтқанда көбінесе қандай информация бересіз, күнделікті қалай сөйлейсіз, өзіңіз аңғарып қарасаңыз, сол әр сөздің қасиеті сіздің өміріңізге әрекет жасайды. Яғни, осы жерде сіз мына мақсатты дұрыстап қана қойып, ол мақсатты нақты айқындап, күнделікті өзіңізге сол мақсатты айтсаңыз, бейсанаңызға енгізсеңіз, ол енгізген кезде де өзіндік бір нюанстар бар, ол жөнінде қазір айтып өтеміз. Миды сендірсеңіз, жақсы сөз жарым ырыс деп қазақта текке айтпайды. Жақсы сөзбен, жақсы оймен өзіңізді бейімдеп, сол тіліңізді бейімдеп, мақсатыңызды анықтап, сол жөнінде күнделікті бейсанаға енгізсеңіз, ойды мақсатты қабылдасаңыз, өзіңізге күнделікті визуализация жасап, жақсы аффирмациялық сөзбен денеңізді қуанышқа, миыңызды жақсылыққа, ойыңызды, денеңізді әрекетке, қимылды бағыштасаңыз, сіз барлық мақсаттарға қол жеткізе аласыз. Енді қарап отырсаңыздар, ой түзелмей, бой түзелмес дедім. Яғни, бірінші бұл сана. Сана деген не? Бұл ғасырлар бойы қалыптасқан санаға сіңген сеніміміз. Яғни, біздің ана тас ғасырынан бастап, ата-бабаларымыз, ол көрген қиыншылықтары, аңдармен, басқа да жаугершілікпен, жан-жақпен, басқа тылсым күштермен күресуі, және содан қалыптасқан біздегі қорқыныш, сақтық сезімі, немесе сенімсіздік сезімдері. Бұл сана біздің күнделікті, мысалға, орталарыңызда өмір сүріп жатқанда, ой, мына фаберлікпен жазылып келдім, керемет болып айналсайын деп жатырмын десеңіз, біреу айтады, қош сол фаберлікті. Ананы көрдің ба, пәленше дегенді. Сол пәленше бір нәрсеге ұрынып қарызға кіріп кетті дейді, мысалға да. Ол фаберлікке тіптен қатысы жоқ адам болуы мүмкін. Ол тіптен негізсіз аргумент болуы мүмкін. Бірақ сол кезіндегі қалыптасқан сетевой жаман, сетевой лохотрон деген сияқты санаға сіңген 90-шы жылдардан бергі тарихта қалыптасқан MLM, MMM сияқты бизнестардың, немесе басқа да банкротқа ұшыраған неше түрлі басқа сетевой емес компаниялардың тарихына, сол тарихты өткізген адамдардың сенімі миға сіңгендігі соншалықты, оны жалпылама адамдарға баулиды соны. Яғни соны сізге айта салады. Сондықтан бұл саналық біздің шектеулі көзқарасымыз. Содан қорқыныш туындайды. Содан адам әдетке сай саналы қорғаушылық. Бізде негізі ішімізде импульсивтікке және де еріктілікмен, яғни импульсивтімен және еріктілікмен сіздің өзіңізді ішкі дауыстарыңыз бар ғой. Яғни сақтандырып тұратын, қой, мынаны жасасаң бүйтіп ұрынып қалма, немесе мынандай болса қалай болады екен, байқа деп тұратын, ол біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан қанымызға сіңген әдет-ғұрыппен және де болған оқиғалардың ізімен және де басқа нәрселерге сананың сақтандыруы. Ол табиғи құбылыс. Сондықтан ол мәселелерді дұрыстап, шегін біліп, нақтылап қарай білу керек. Сана деген ол біздің ата-бабаларымыздан келе жатқан тарихпен, бастардан өткізген оқиғалармен, басқа да өмірлік тәжірибемен қалыптасқан біздің түйсігіміз. Енді бейсана деген не? Бейсана деген ол көзге көрінбейтін тылсым әлем. Ол біздің ғаламат. Мына психологтарды, басқа да осындай эзотерикалық саналылық кітаптарын жан-жақты оқысаңыздар, діни кітаптарды болсын, негізінде алған кезде Алла тағала дейді, діндегілер. Психологтар высшая сила, космос, немесе вселенная деп жатады. Эзотерикада тылсым күштерге сеніп атады. Яғни
көзге көрінбейтін әлем ол сіздің бейсанаңыз, ол сіздің жаңағы мүмкіндіктеріңіз. Бейсана ол жансыз. Сіз қандай команда бересіз, бейсана соны жүзеге асырады. Барлық адамның ішінде, жүрегінде, клеткасында Алла тағала берген нұр бар. Алла тағала берген сол, орысша айтқанда, мы созданы наподобие Бога дейді. У нас частица Бога дейді. Яғни сіздерде Алла тағаланың бір бөлшектік нұры бар. Соны жан жақты ашу, сондай өміріңізді жақсылыққа өзгерту, сенімді қалыптастыру, ол бейсананы бейімдеу болып саналады. Негізі әлемде Алла тағала жаратқаннан бастап жаман энергия деген жоқ. Жаманшылық, жаңағы күйзелу, болмаса жаңағы адамды, жаңағы не дейді, адамды жан-жақты итермелеу деген нәрсе жоқ. Жаман энергетика деген жоқ. Ал әлемді жаратқанда Алла тағала бәрін бірдей жақсы энергетикамен жаратады. Тек адамдар топтық өзіміздің санамызбен, топтық қарым-қатынасымызбен, жаңағы бейсаналық сенімімізбен санаға байланысты. Біз өзіміз қарым-қатынасты, біз өзіміз ойды, біз өзіміз өмірімізді шектейміз. Сондықтан бейсананың тылсымдық беретін мүмкіндігі мол. Сіздер тек қана директор емес, тек қана старший, немесе золотой, бриллиант, немесе элита, немесе национальный емес, біздің бизнесті алған кезде сіздер генеральный партнер бола алатындай сіздерде үлкен мүмкіндік бар. Сондықтан бүткіл ғаламдық мүмкіндік жүрегіңізде деп сенім қабылдаңыздар. Яғни сіздер бейсанамен сана сізге ескерту берсе де, импульсивтік сізді ескерту берсе де, ол сіздіге қамқор болып жатыр деген сөз. Оған рахмет айта отырып, өзіңіздің санаңызды, қандай өмірді қалайсыз, сол жаққа қарай бейімдеңіз. Сана мен бейсананың айырмашылығын түсінген боларсыздар. Сондықтан бейсананың берері мол. Сондықтан күнделікті визуализация, аффирмация, жақсы сөз, жақсы ойды жақсы жаққа бағыттау, жақсы мақсат қойып, оны бейсанаға енгізу өз қолдарыңызда. Енді мына мен интернеттен алған слайдымды қарасаңыздар, мына жерде не көріп тұрсыздар? Тауды көріп тұрсыздар, теңіз бетіндегі шыңды көріп тұрсыздар. Оның бетіндегі 10% ғана ол сіздің күнделікті алып жүрген біліміңіз, сіздің әрекетіңіз, сіздің еріктілігіңіз, мысалға. Ал подсознание дейді, яғни бейсаналық 90%, 90% қарап отырсаңыздар. Ол біздің әрекетіміз стереотиптары дейді. Яғни жаңа айтылғандай, өмірден, біздің мол тәжірибемізден өмірлік, ата-бабаларымыздың, ата-анамыздың, жан-жақтағы достарымыздың, араласып отқан туған-туысқандарымыздың болған оқиғалары мен қарым-қатынасынан туған стереотиптармен бізде сондай әрекет қалыптасады. Бізде сондай сана қалыптасады. Оны біз бейсанаға сіңдіргенбіз, сондай сеніммен. Сонымен қатар біз сенімдіміз, яғни біз өз-өзіміз шектейміз. Сенімдіміз біздің қолымыздан келмейтіндігіне, сенімдіміз бізге жаңағы армандау, бізге ол армандаған заттардың жүзеге аспайтындығына, сенімдіміз біздің тағдырымыз осының шегінен шықпайтындығымызға. Ол не? Ол жаңағы саналық түрде тәжірибеден енгізілген стереотип тағда. Ол сондай сенім сіздер өз-өздеріңізге шектеу, өз-өздеріңізге қойып отырған. Және де эмоционалдық шектеулер бар өздеріңізге. Жан-жақты сіз эмоцияны көрсетуге де кейде қорқасыздар. Өз-өзіңізбен тұлға ретінде, өз-өзіңізбен болуға қорқасыздар. Яғни эмоционалдық жаңағы деңгейде сол жаңағы жағдайды, өзіңіздің өміріңізді қалай көргіңіз келеді, оны көруге де қорқасыздар. Ол эмоционалдық зажим, яғни эмоционалдық шектеу деген сол. Яғни мына визуализация жаса, аффирмация жаса десе, адамдар бір ауыз, екі ауыз жаймен айтады да жалығып кетеді. Неге? Себебі олар өзінің айтып отырған сөзіне мимен сенбейсіздер, көкірекпен сенбейсіздер. Сіздер сену үшін, жақсы соны жүзеге асыру үшін жай айтып қою дұрыс емес. Оны күнделікті айта берсеңіз, оны миды сенгізесіз. Және өзіңізде сенесіз. Бүткіл өмір біздің внушениеден, яғни өз-өзіңізді сендіруден тұрады. Сондықтан жаман затқа, жаман ойға сендіргенше, жақсы ойды, жақсы талапты, жақсы арманды, жақсы мақсатқа қарай талпынысты неге сендірмеске?
Сондықтан эмоционалдық визуализация жаса десе адамдардың елестете ала қоймайтыны да сондықтан бірінші реттерден. Сіздерге айтатыным, ойға ерік беріңіздер, бейсанаға ерік беріңіздер, сезімге, эмоцияға ерік беріңіздер. Мына сіздер өзіңіздің айтқан қалап отырған мақсатыңызды айтып қана қоймай, жазып, оны нақтылап қана қоймай, оны сол күйінде сезіммен жақсылап тұрып, қабылдап, соны эмоционалдық түрде сезіп, кәдімгі соның болатындығына, жүзеге асатындығына, сондай энергиямен сіз жаңағы сезініп, соны денеңізге бір күш-қуат құйылғандай, сондай сезім, рахат сезімге бөленіп, соның қалай жетістікке жетіп, соның жемісін көріп жатқаныңыз сезіміне алсаңыз, сіздің дәрежеге, сол нәтижеге жетуіңіз тезірек болады. Яғни эмоционалдық мына жердегі, мына кішкентай болса да тоқ сияқты ұрындылар, жаңағы сізге беріп тұратын сигнал, ол миға сигнал береді. Сіздің сезіміңіз миға сигнал береді, ол әрекет жаса, мақсатқа жет деген сигналды береді. Сондықтан мына ғасырлар бойы ата-бабамыздан көрген тәжірибелерден қалыптасқан қорқыныш пен сенімсіздікті жою өз қолдарыңызда. Сол үшін бейсанамен, жақсы эмоциямен, жақсы сеніммен жұмыс жасай біліңіздер. Келесі слайд. Сіздер саналылық арманға жетуге не кедергі деген сұраққа жауап беріңізші. Біздің Фаберлик компаниясына келген кезде, жалпы өмірде өмір сүріп жатқан кезде өздеріңізге сұрақ қойыңыз. Неше жасқа келдіңіз? Неге қол жеткіздіңіз? Артқа қараған кезде өзіңіздің нәтижелеріңізге көңіліңіз риза бола ма? Яғни өзіңіз қанағаттанасыз ба? Ол бір сұрақ сіздерге. Екінші сұрақ, Фаберлик компаниясына көбіңіз табысты болам деп келіп отқан ыңғайларыңыз бар, бірақ не үшін келдіңіздер нақты? Фаберлик сізге не үшін керек? Не қажет Фаберликтен сіздерге? Және екінші нақты сұрақ, қанша табыс тапқыларыңыз келеді? Қанша мөлшерде сіздің мұқтаждықтарыңызды, сіздің ішкі материалдық болсын, моральдық, материалдыққа байланысты қажеттіліктеріңізді қамтамасыз ету үшін қанша қаржы керек? Қанша табысқа қол жеткізгіңіз келеді, соны анықтаңыз. Ең нақты сұрақ ол қашан? Сіз жаңағы ойлаған мақсатыңызға, соның құндылығы, сондай ақшаның, сондай қаражаттың қажет екендігін анықтап отырсыз. Соған қашан қол жеткізесіз деген нақты сұрақ. Табысты болғыңыз келе ме? Табысты тұлғаға сәйкес ойланыңыз. Табысты тұлға ретінде әрекет жасаңыз. Табысты болуға не кедергі? Ол бірінші. Жас, жаңа буын консультанттар, жаңа буын кеңесшілер сіздерге айтатым. Біріншіден ұялшақтықты ысырамыз. Яғни бизнес жасағыңыз келе ма, табысты болғыңыз келе ма, ұялшақтықты алып тастайсыздар. Жаңағы есектің артын жусаңда пайдалы тапқаның жақсы дейді. Ақша тапқанға емес, мына Фаберликті айтқанға емес, ақша таппағанға ұялу керек. Ақша таппай, қарызға кіріп, өміріңізді шектеп жүргеніңізге қысылыңыз, соған ұялыңыз. Ақша тауып, мынандай сабақтарды үйреніп, адамдарға ерінбей айтып, мына компанияны көрсетіп, өзіңізді жан-жақты көрсетіп, өсіп-өнуге ұялмаңыздар. Екінші, біреуді кінәлау. Өзіңіздің наставниктарыңызды, жоғарғы наставниктарыңызды, немесе жаңа жан-жақтарыңызда мынау адамды, үкіметті, ата-ананы маған мынандай ақша бермеді, мынандай тәрбие бермеді, немесе маған мынандай мүмкіндік бермеді деп кінәлаудан жоқ болайық. Себебі кінәлау өте дұрыс емес сезім. Ол сізді жақсылыққа апармайды. Шексіз ақталу әдеті. Біздің қазаққа тән нәрсе ол ақталу. Ой, мен деген мынандай жасайын десем, мынандай болып қалды деп ақталуды, оны доғару керек. Ол біздің табысқа жетуімізге кедергі. Әркімнен үміт артып күту. Мен астыма адам жазай салсам, ол өзінен өзі жұмыс істейді деген. Көп адамдар сетевойға келе сала былай ойлайды. Адам әкелем, тіркелем, олар жұмыс істемесе қалады ғой деген сұрақ қояды. Ол тупой вопрос, грубо айтқанда, орысша айтқанда. Яғни сондай нәрседен ада болу үшін, саналықпен бизнесқа кірісу үшін сіздер үміт артпаңыздар ешкімге. Үмітті өзіңізге, өзіңіздің күштеріңізге ғана артыңыздар. Сондықтан тағы да біздің қазақтың жақсы көретін нәрсесі ол себеп таба беру.
тек бір неге мысалға ой мен тойымды өткізіп алайыншы, баламды оқуға түсіру үшін ақша керек, мероприятияға шық десең 40 сылтауы 40 себебі таусылмайды өмірлік. Немесе мына ой табысты бол десең, бұл бизнесқа қыздар себеп айту үшін емес, ақша табу үшін, сол жаңа балдарыңызды оқыту үшін, немесе жаңағы өміріңізде тойды өткізіп жақсы дәрежеге үй алып қол жеткізу үшін сіздер себепті доғаруларыңыз керек. Және осы 5 айтылған кедергі келтіретін табысқа қылықтардан, осы 5 жаманшылықтан ада болса бойларыңыз, өздеріңізді бейсаналық тұрғыда жақсылыққа тәрбиелесеңіз, табыс сізді күтуде. Енді кірісейік, сана түрінде сіз түсінікті мағлұмат алды деген сенімдемін. Сұрақтарыңыз болып жатса, маған осы чаттың көлемінде қойсаңыздар, мен жауап беремін. Келесі нәрсе, бұл жаңа айтылып кеткен, өздеріңіз арманды әрекетке байланыстырып нақтыласаңыздар, ол сіздің мақсатыңызға айналады. Мақсатты жан-жақты кило заңдылықтары, смарт заңдылықтары, тағы да басқа нәрселермен психологтар жүзеге асыратындай сіздерге формула берген. Енді соның біреуін қарастырайық. Бүгін қарастыратынымыз бұл смарт. Яғни, құрметті жаңа буын фабилік кеңесшілері саналы түрде жауапкершілікпен талап жігерді игере отырып нақты мақсат қойыңыз. Мысалға, қазір қағаздарыңызды алыңыздар. Кімде қандай мақсат бар, жазыңыздар. Мақсат, мысалға айталық, мына жерде мен бір мысал. Бір қабатты үй. Нақты деген сөзде сіз жаңағы үй керек па? Үйдің қандай, неше қабатты, қандай сырты, қандай отделка, неше квадрат метр, шатыры қандай, есіктері қандай, плинтусы қандай, ішіндегі құрылымына дейін, едені есіктеріне дейін бәрін нақтылап жазуыңыз керек. Өзіңіздің арманыңызды елестете отырып. Бүгіннен бастап немесе өзіңіздің таңдаған қалаған квартираңызға жаңағы риэлтордарды аралап, немесе газет журналдарды, аудандық, облыстық өзіңіздің тұрып жатқан региондарыңызға сәйкес, мысалға мына үй жөнінде болатын болса, немесе машина жөнінде болса да солай, тағы басқа армандарыңыз болса да солай нақтылау керек. Нақтылау деген ол тек қана қағаз жөнінде жазып қою емес. Яғни алғыңыз келетін үйді көру. Мен осы бизнесқа келген кезде ең бірінші біздің сайт деген нәрсе 2011-де жүзеге асты. Осы фабиликтің партнер сайты қазіргі жұмыс істеп отырған. Сол кезде мен Роберт Аганесян деген золотой директор, Арменияның, сол кісінің история успехын оқып, мен қатты өзім жігермен жақсы мотивация алғанмын. Онда ол кісі айтады, мен қатты үй алғым келді, 3 комнаталы үй алғым келді дейді өзінің жаңағы Ереванның. Ол үйді алу үшін ол строительный компанияларды аралайды. Және де жаңа жарнамаларды қарап аралайды. Сол үйді қарайды, көреді, суретке түсіреді, ол үйдің қай жерде орналасқан, қанша тұратындығын, қандай үй екен, детальны өзі қандай дизайнерлік жаңағы немен жүзеге асырғысы келетін барлығын нақтылап шегелейді де, сол суреттерге түсіріп, әкеліп, барлығын жазып үйіне іліп қояды. Ол карта мечты туралы алда сабақтар болады директорлардан. Енді қазіргі тақырыбымыз смарт, яғни нақтылау деген сол. Түсіндіңіздер ғой? Яғни нақтылап белгілеңіздер жан-жақты. Яғни бұл өлшемділігі. Яғни сіздің мына үйді алу үшін, сатып алу үшін, немесе сол үйді салу үшін жерге, оның құрал саймандарына, құрылыс заттарына, жұмысшыларыңызға барлық жан-жақты шығын қанша, сол осы идеяңызды, осы мақсатыңызды жүзеге асыру үшін сізге қанша қаражат керек. Соны ақшалай көлемде қанша деген сұраққа жауап береді. Яғни қанша қаражат сіздің мақсатыңызды жүзеге асыру үшін керек, яғни жарайды. Соны нақты анықтауыңыз керек. Жаңағыдай барлық жарнамаларды қарап, жаңағы бүткіл интернеттің сондай сайттарды қарап да жарнама беретін, немесе застройщиктарды аралап тұрып, немесе салатын үйіңіздің нақты қанша табыс кететінін есептеп тұрып, оны базардан бүткіл стройматериалдардың бағасын біліп, есептеп нақтылаған кезде миыңызға жақсы бейсанаға сіз энергия бересіз. Бейсанаға сіз сондай бір жаңа стимул бересіз да, сізде кәдімгідей мотивация пайда болады. Сондықтан А дегеніміз
анықтадық па қаржыны? Сіздің жеткілікті, сізде ресурс бар ма? Ол ресурс деген ақша емес. Ресурс деген сіз тұлғалық қалыптасуыңыз. Сіз сол мақсатты жүзеге асыру үшін қандай әрекетке баруға дайынсыз? Не істеуге дайынсыз? Сіз жан-жақты өзіңіздің денсаулығыңызды, әрекетіңізді, мақсатыңызды, уақытыңызды бөле аласыз ба? Сол жөнінде өзіңізді анықтаңыз. Мүмкіндіктеріңізді бағалаңыз, өзіңізді бағалаңыз. деген бұл жауапкершілік. Қалайша бұл нені жүзеге асырмақшысыз? Бұл идеяңызды, бұл жаңағы мақсатыңызды жүзеге асырмақшысыз. Сондықтан соны ойланыңыз. Мысалға, мен адамдарға айтам, біздің компанияда мынандай директор болсаң, мынандай табысқа жетесің. Мысалға, золотой директордың, яғни алтын директордың біздер табысын есептедік, бір жылғы нақтылап тұрып кіріскен кездегі 7-8 миллион табыс. Ойлап қараңыздар енді. Сіз сондай 7-8 миллион табу үшін осы Фаберлик компаниясына әрекет жасауға жауапкершілік ала аласыз ба? Мына мақсатыңызды жүзеге асыру үшін, мен мынандай сәттерге немесе белгілі өмірдің ағымына бүйтіп ағызып қоймай, мен жауапкершілік алып, менің атым осындай, мен мынандай сәтте осыны жүзеге асырам, кірсем деп өзіңізге шешім қабылдайсыз ба? Жауапкершілік пен шешім қабылдау егіз. Сондықтан маңыздылығын белгілеңіз. Енді ең нағызға тайм бұл уақытын белгілеу. Жаңағы өзіңіздің елестеткен, өзіңіздің қалаған, нақтылаған үйіңіздің құнын біліп тұрсыз. Оны қандай себеппен, қандай маңызды сәттермен, сондай өзектілікпен оны сезіп тұрсыз. Мотивацияңыз бар жүректе. Сіз қалай жететінін көріп тұрсыз, қандаймен жететініңізді. Фаберликте қалай әрекет жасасаңыз, қалай ақша табатыныңызды түсініп тұрсыз, Сондықтан уақытын белгілеңіз. Сол кезде сіздің мақсатыңыз жүзеге асады. Фаберлик компаниясынан 6 айда 1,5 миллион теңге табысқа қол жеткізгіңіз келеді ме? Фаберликте директор бол, яғни маркетинг план бойынша, план развития, яғни даму жоспары бойынша Фаберликтің маркетингі бойынша 23%, яғни 3000 балл командамен өзіңіз жеке 50 балл директор статусына жетіңіз жоқ дегенде. Яғни менің өзімнің тәжірибемде, бизнес тәжірибемде ең төменгі директор статусының өзінде 6 айлық табысы 275 мың премиясын қалыптастырғанда, қосқанда 1,5 миллионның көлемінде болады екен. Ал егер быстрый старт программасымен жаңадан келіп жатқан свежий, балғын кеңесшілер осы кезден өз өмірлеріңізді қолға алып, бизнесті қолға алып, одан әрі тез дамып директор болам десеңіздер, 1,750,000 мың, 2 реттен 275 мыңнан премияны алуға мүмкіндігіңіз бар. Одан да көп премия, астыңыздан директор шығарып, одан да көп премия алуға мүмкіндігіңіз бар. Сондықтан жаңағы айтқан смарт бағдарламасына нақтылап тұрып кірсіңіздер, нақтылап тұрып қараңыздар. Енді қолдарыңызға мысалға тапсырма 1,5 миллион теңге тұр деп ойлаңыз. Қандай мақсатты жүзеге асырар едіңіз? Мақсатыңызды смарт заңдылығымен, егер бұдан бөлек өзіңіздің іште қалап жүрген нақты маңызды, жүрегіңізді жан-жақты жаулап, ойыңызды жаулап, ойыңызға тыным бермейтін мақсатыңыз болса, соны смарт бағдарламасы заңдылығы бойынша айқындаңыз. Сізге қанша ақша керек, мақсатыңыздың нүкте түріне дейін, және Фаберлик компаниясында сол мақсатты жүзеге асыру үшін қандай дәрежеге қол жеткізуіңіз керек, қандай мерзімде. Соны сәйкесінше есептеңіздер. Тағы бір нақты мәселе, сол мақсатыңызды айқындаумен ғана емес, бейсанаға жақсылап, эмоционалдық түрде сигнал бере білу. Яғни мына айтқан кезде визуализацияны да, аффирмацияны да айтқанда да, мақсатты айтқан кезде де, мына денеңізбен, бар клеткаңызбен, барлық әр өзіңіздің жасушаңызбен сезініп, соның болатындығына сеніммен жақсылап тұрып, денеңізге күш қуатты төктіріп тұрып сезініңіз. Сол кезде ол әрекет береді сізге, миыңызға сигнал береді, сізде әрекет болады. Табысқа қол жеткізіңіз келсе, қорытындылай келейік бүгінгі сабағымызды, мақсатыңызды жазыңыз. Старт деген нүктені басып қалыңыз. Нақты мақсат қоюдың жаңа айтқан критерияларын айттық. Бірінші, ол не
қандай деген сұраққа, конкретно нақтылық деген сұраққа жауап береді. Өлшем екінші. Оның өзіңізге жеткілікті маңыздылығы, қалай жетем деген сұрағыңызды, және оның өзіңіздің өміріңіздегі өзектілігін, мақсатыңызды айқындау және мерзімін белгілеу. Осы 5 қорытындыны қолға алыңыздар. 1 минутты да жоғалтпаңыздар, құрметті кеңесшілер. Еріншектікті алып тастаңыздар. Жұмысы жоқтық тоздырар адам баласын деп Абай атамыз текке айтпайды. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын. Ол тамақ тоқтық, зона комфорта деген нәрсе, ол сіздердің ішкі саналық сезіммен шектелу деген нәрсе, ол сіздің жаңағы ойыңызды шектейді. Сондықтан мақсатыңа жет, әрекет бар жерде берекет бар, командыңды құр, табысты бол, бәрі өз қолыңда. Мақсатыңды айқында, эмоционалдық түрде бейсанаға установка бер, бейсанамен күнделікті жұмыс жаса, өзіңді тұлға ретінде, көшбасшы ретінде, мақсатына жеткіш табысты тұлға ретінде қабылда. Бейсанаңды, өзіңмен күнделікті кездесу білу керек. Бейсаналық тұрғыда өзіңді қабылдай, өзіңнің қателіктеріңді кешіре білу, өзіңнің жақсы жақтарыңды, жақсы әрекеттеріңді, жақсы жетістіктеріңді белгілеп, өзіңді жақсы өсіре білу және бейсанаға жақсы установка бере білу өз қолыңда. Міне, бәрі өз қолыңда. Бүгінгі сіздермен болған мен Әлиева Іңкәр Жақыпқызы, бриллиантовый директор Фаберлик компаниясында. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Тек армандап қана, арман күйінде оймен ғана өмір сүрмей, арманды нақтылап, әрекет жасап, әрекетке сәйкес оны мақсатқа айналдырып, бейсанаға жақсы сенім енгізіп, өмірге деген құштарлығыңызды арттырып әрекет жасасаңыз, алынбайтын қамал жоқ. Барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Бүгінгі менімен осы сабақта бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Алға үлкен мақсат қойыңыздар. Үлкен мақсаттар үлкен жетістіктерге жеткізеді. Бәрі өз қолдарыңызда. Сәттілік.